Бүгін клиентіміздің үйінің ключін алып, Құдайым берсін. Наргиз эже, келіңіз, ашыңыз үйіңізді. Бисмилла. Арзымызға қайрылғаннан кейін бір жұмада алдық. 3 ай өткеннен кейін бүгін бұйырса насип етіп ключін алып отырасыз. Ушул жерден Москваға жақын. Айына төлем бізге 69 000 теңге. Біз Евро трехкомнатный квартира, да? Квадраты? 63 Бисмиллахиррахманиррахим. Бұл жер кухня. Дальше Зал. зал. И санузел. Да, бұл жақ санузел. Екінші, бұл жақ. Екіншісі Ванна. и спальня. Спальная комната. Первоначальный взнос берген жоқсыздар. Жоқ. Расход қанша кетті примерно? Ешқанша деле кеткен жоқ. Снимать етіп жашап жүріп, азыр үй алғаннан кейін ощущение қандай? Деловой басып қаласың бе? Уже прописка қойып алдыңыздар уже. Прописка қойдық. Регистрация қылып, уже балдар школа, ешқандай проблема жоқ болып қалды. Эми уверенный боласың да. Жақтан не десе чыгып кетти, качан чыгып кетсе балдар менен каяка барам деген ой болбойт. Буюрса ушул же ушинтип деле кичине ремонт кылып деле келип жүрсөң болот дегендей да. Москвада өзүңдүн үйүңдү, айнекти, дворду, балдарды карап турган кандай сонун, Сон